Байрақты бәсекеге еліміздің барлық өңірінен келген 388 спортшы қатысты. Олар 3 күн бойы 10 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсуде. Павлодар облысының құрама командасы сапында 20 таэквондошы өнер көрсетуде. Жарыстың бас төрешісі Нұрлан Қалтаевтың сөзінше, жергілікті спортшылардың нәтижесі жаман емес. В городе Павлодаре проходит чемпионат Казахстана среди юниоров. Все области представлены своими командами. 388 участников дерутся за путевки на чемпионат мира среди юниоров и на лицензионный турнир перед Олимпийскими и юношескими играми. Айта кетейік, өңірімізде өтіп жатқан чемпионат нәтижесі бойынша жасөспірімдер арасында таэквондодан Қазақстан ұлттық құрама командасы құрылады. Кейін құрамадағы спортшылар Тунисте өтетін әлем чемпионатының іріктеу турниріне және Буэнос-Айресте жасөспірімдер арасында өтетін лицензиялы турнирге қатысатын болады. Назерке Қанағат, Юрий Белевский, Ертіс Информ.